Оңтүстік Қазақстан облысында барлығы 36 колледж бар, онда студенттер сан түрлі мамандықтар бойынша білімдерін жетілдіруде. Биыл облыстық бюджеттен аталған білім ордаларына 9033 грант бөлу жоспарланған. Олардың басым бөлігі ауыл шаруашылығы, медицина, кәсіптік және техникалық мамандықтарға бағытталмақ. Тегін оқудан жазасын өтеушілерде қалыс қалмайды дейді облыстық білім басқармасының өкілдері. Биылғы 9033 орынның ішінде есту қабілеті кемістігі бар және саңырау балаларға негізгі орта білім базасында мамандық алуына 39 орын қарастырылды. Оның қатарында және де жазаларын өтейтін орындарда сотталған азаматтардың кәсіп иеленуіне 350 орын қарастырылған және облыстық әкімдік жолдамасымен жетім және ата-анасы қамқорлықсыз қалған 150 балаға кәсіптік техника білім алуға орын қарастырылды. Жиында кәсіптік білім беру саласындағы кемшіліктерде сөз болды. Мәселен, Амангелді ауыл шаруашылығы бірлестігінің басшысы агроном мамандықтарының тапшы екендігін ашына айтса, Южавтотранс мекемесінің директоры автобус жүргізушілерін даярлайтын білім ордасының жоқтығына қынжылыс білдірді. Ал облыстық аурухананың бас дәрігері саны көп, сапасы жоқ медициналық колледж түлектерінің тағдырына алаңдаушылық білдірді. Олардан келген түлектердің білім деңгейі өте төмен. Сондықтан мына таблицаны қарайтын болсақ, бұл жерде ең жұмысқа көп орналасқаны мына жерде 0%-тен бастап 20%-ке шейін ғана орналасады екен. Жекеменшік медициналық колледждер. Бұлар тек қана өздерінің жаңағы ақша табу мақсатында жұмыс істеп жатыр деп ойлаймын. Неге десеңіз, егер жұмысқа орналасқан санда адамдар болмайтын болса, ондай түлектерді босқа алдап колледжді бітірді дегеннің қажеті жоқ сияқты. Сондай-ақ жиын барысында көпшілік тарапынан тиімді ұсыныстарды айтылды. Мәселен, бірі тігінші мамандығын 3 жыл емес 6 айда меңгеріп шығуға болады десе, енді бірі мамандар сұранысқа сай даярлау керек деген ұсыныс жасады. Кездесуді қорытындылаған облыс әкімінің орынбасары Ұласбек Сәдібек мақсатты жүзеге асыруда кәсіпкерлік палатасы жұмыспен қамту мен білім басқармасына тығыз қарым-қатынас орнатуды тапсырды. Жанболат Мелсұлы, Талғат Қырғызалиев, Андрей Любицкий, ТВК телеарнасы.